Сәлем, есімім Гаухар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен духовкасыз жасалынатын өте дәмді сметанник тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз. Одан кейін үстіне ұнды қосып, араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне қаймақты қосамыз. Біркелкі қылып, тағы да барлығын араластырып аламыз. Дайын болған массаны алып, орташа отқа қойып, араластырып тұрамыз. Суына бастағанда венчикпен араластырамыз. Бұл біздің тортымызға арналған крем, сондықтан крем біркелкі болып араласуы қажет, және пудинг сияқты дайын болған кезде оттың астын өшіріп, толықтай суытамыз. Енді торттың основасын жасау үшін бізге печенье қажет. Сливочный, песочный печенье де жарай береді. Мен бұл жерде сливочный печенье алдым. Оны блендермен немесе оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Одан кейін үстіне какао қосып, барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Және бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осылай қолымызбен мұжып көреміз. Егер бір-біріне бірігіп тұрса, онда жақсы. Ал егер бірікпей шашырап тұрса, кішкене сүт қосуға болады. 1-2 қасық. Дайын болған основаның 3/1 бөлігін осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Ол бізге торттың бетіне себуге керек болады. Енді оны осылай формаға немесе кольцоға орнатып аламыз. Және шеттеріне бортик шығарамыз. Осылай қасықтың көмегін пайдаланып, барлығын істеп алсаңыздар болады. Тығыздап шығу үшін осылай стаканның көмегімен басып шығамыз. Дұрыс болмай қалған жерлерін осылай қасықтың көмегімен тегістеп біркелкі қылып аламыз. Дайын болған соң холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Кремді салмас бұрын бірінші осылай сары майды бөлме температурасындағы үстіне ванильный 10 грамм сахар салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін жаңағы дайындап қойған кремнің бетін ашып, оны да бір миксерлеп жібереміз. Өйткені осы сары май мен крем бір-біріне араласқанда воздушный болып, әдемі болып тұруы қажет.
Енді осыны сары маймен араластырамыз. Бәрін бірден емес, 3-4 бөлікке бөліп, әр бөлікті салғанда миксерлеп тұрамыз. Бұл торт барлықтарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Жасау жолы өте оңай, өте ерекше дәмді болып шығады. Міне креміміз осылай воздушный әдемі болып шықты. Келесі енді холодильниктегі основамызды алып, оның үстіне кремімізді жаймен құйып шығамыз. Қараңыздар, шыққандай әдемі. Бетіне бағанағы алып қалынған основаның 3/1 бөлігін осылай сеуіп шығамыз. Ең алдымен бірінші шет-шетіне сеуіп шығыңыздар. Одан кейін жаппай барлық жерін жауып аламыз. Форма мен торттың арасын осылай лопатканың көмегімен ажыратып қоямыз. Дайын болған тортты холодильникте 1 түнге қалдыру қажет, немесе кемінде 4-5 сағат тұруы қажет. Бетін пищевой пленкамен жауып салуды ұмытпаңыздар. Тортымыз дайын болды. Менде расында 2 сағат қана тұрды. Сіздерге ашып көрсеткім келіп тұр. Осылай аккуратно формадан босатамыз. Сөздің шыны, негізі бұл тортқа мен өзім қатты ғашық болдым. Себебі дәмі айтарға сөзім жоқ, тіпті керемет десе де болады. Бұл тортты сіз де менімен бірге жасап көріңіз. Видеом сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз.